Жиги, өздерің бара беріңдер. Мен сосын келе салам таксимен, жарай ма? Әкесі сияқты жігіттен алса, мына мен точно айтып шығармын. Оқушылар, бүгін негізі біз деген... Кешіріңіз, кіруге бола ма? Сендер уже әскерге балдар жинап жатсыздар ма? Так, бізде бауыр кешігіп жатыр, қазір келеді күтейік. Ойнап айтам. Дай угадаю, үстінде киім киіппей қалды ма? Жоқ ағай, просто Томиристің әкесіне ұқсап тұрма деп қоям. Ладно, кел, бауыр отыр кел. Так, оқушылар, қазір күшті ойын ойнаймыз. Ойын ережесі бойынша екі командаға бөлінеміз. Так, бірінші команданың капитаны давай Томиристен староста ретінде келе ғой. Және де екіншісі кім шығады, кім шығады. Ағай. Руся, давай кел. Таза жор екенсіз. Нағыл дейсің? Сізге де естілді ме? Чорт дейсің бе сен маған? Мен, сен екі не? Тұр. Жоқ, может, бірінші... Жоқ, ағай демес, кет шығып бар. Может... Мен кешірмеймін, әйкен шақыр бар. Тиіс. Непонятно, киім келесің, еще кешіп келесің. Мән бермейміз, бауырға мән бермейміз, ол жоқ. Жоқ, баяғыдан жоқ. Так, енді ойын шарты ойынша, Томирис сен өзіңге бір ойыншы таңда, Руся сен өзіңге ойыншы таңда. Не болды, басын салбырап кетті. Мұғалім, мен сізге келіп қалдым. Конечно, келесің, не мына үстіндегі не мына ноутбукқа келген адам құсап. Не деп жатыр енді? Енді папаны шақыр дейді. Мен шақырсын десе шақырмайсың ба енді? Папам біліп қойса, маған шанс жоқ қой. Білмеймін, баяғыда біздің кезімізде біреулерге попросить ететінбіз, әкем болып берші деп. Қазір ондай жоқ шығар бірақ енді. Неге жоқ? Бар ғой. Кім? Сіз ағай? Жоқ, есім дұрыс па, мен бола алмаймын. Бұл жаңада мұғалім сізді танымайды. Жоқ, бола алмаймын. Бір сағат папамды ойнап бересіз, болды. Жоқ. Мопедпен спор бар ғой, есінде ма? Вот, жігітше. Енді сонда ертең мен баламды осы мектепке беремін деп жүрген кезде мен балам 9 оқи ма? Қалай болсын да? Енді мен сен әкең болып тұрмын ғой, орда кіріп отырмын. Кеттік онда. Все, давай, ұят оқымас не? Как раз тілек ағай тұр. Короче, мен папам военный ғой. Біраз серьезно уверенный болсын жарым. Жоқ, енді не прям так наигранно, біраз денеңізді бос ұстаңыз жарай ма? Сендерге босасын деп жатыр. Кабинетке кіргенде баламен өзім сөйлеймін, өзім қадағалаймын деп примерно солай айтасыз жарай ма? Так, баламен өзім сөйлесем, бәрін өзім қадағалаймын деп айтамын, Все, балам, сен осы жерде тұра бер, мен қазір кіріп сөйлеп шығамын, ма? Все, смирно, вольно. Здорово желаю. Саламатсыз ба? Так, мен бауырдың папасымын, я военный человек. Сіздер звондаған кезде бірден білдім, баланың бір нәрсе бүлдіргенін. Что случилось? Сіздің балаңыз менің класстың көзінше маған чорт деп айқалады. Маған, мұғалімге. Кім? Бауыр? Содан сен чорт болып қалдың ба? Жоқ. Болды ғой, не проблема. Тәртібін бәрін өзім үйден қадағалаймын, ойындамаңыз, болды. Тексеремін, давай. Асықпашы, получается, енді ол менен кешірім сұрамайды, мен одан кешірім сұрап ма? Конечно. Иә. Все, атың кім сен? Тілек. Вы хороший человек, мужчина. Смирно. Вольно. Бауырға айтасыз қой. Обязательно. Жақсы. Кешіріңіз. Завуч өзіме тек кабинетте? Өзі. Көңіл-күй қалай екен? Вроде жақсы. Жақсыны кіріп шығайын өзі болса. Жақсы. Әсет, сізден наличкаға 30 мың шыға ма, мен сізге картаға аударсам? Жоқ, өзім жаңа ғана тіркеліп шығып келе жатырмын. Жақсы. Бұлай да қабылдайтын шығар. 21 ғасыр ғой. Жақсы. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Нағып отырсыңдар? Звонок қой, шықсындаршы бір далаға. Телефон шыққайды таңертеңіз кейін.
тілек ағай папамен сөйлестіңіз ба? Айтпақшы, иә, бауыр, сен әкең келді ғой. Күшіп келді ғой, ойбай, не айтқансың сен? Әкемен сөйлестім, үйге барсын сөйлесем дейді сен мен. Мен өзім қуанттым, что чет болып кеткен жоқпын. И сол үшін сен кешірем. Рахмет. Қайталамасын енді. Ей, досым, шынымен папаң келді ма? Жоқ, короче, Ғазиз ағайға айтқан папамды ойнап берші деп. Нормально бәрі. Шошыттың ғой? Кешіріңіз, мен шыға тұрайын. Не үшін кірдің онда? Апай, қарызға ақша бар ма? Қанша? 30 мың. Бір күнде қайтарып беремін. 30 мың? Рахмет. Алла разы болсын, апай. Аман болыңыз. Сіз болмасаңыз кім құтқарады бізді? Көп рахмет, апай. 60 мың қайтарасың. Қалай 60 мың қайтарамын? Ендеше жоқ. Ондай ақша жоқ мен, апай. Бар. Қарызға Ендеше жоқ. Бұл профсоюздың ақшасы. Құртуға болмайды. Бар. Чо, қалай? Жақсы болды ағай, рахмет сізге. Нормально ма? Ей, мендегі шаруа шешу орта мектебін жоғарғы бағамен бітірген адаммын ғой. Жоқ, бағана қалай айттыңыз сіз? Кіріп келдім де так, здорово желаю дедім. Кругом шагомаш, мен военный адаммын дедім. Бәрін тек айтмайтын да, бірден шығып кеттім ғой. Ағай, сіз кетпегенсіз бе әлі не? Кетпегенде жаңа баламды көптен бері көрмегенмін ғой, содан сағынып қалыппын, бір құшақтап алайын. Ғайыз ағай, бауыр, не істеп тұрсыздар? Автобус ашасыз ба, бір затын қалып кетті. Автобус ашық тұр, бара берші, Мадина. Получается, сіз сонда бауырдың әкесі емес. Автобустың водительсіз ғой, иә? Жоқ, енді автобустың водителі болғанда енді бала өтініш қылғаннан кейін. Бала болып алдап жүрсіз ғой мен. Жоқ, енді балдар өтініш жасап тұрғаннан кейін. Жарайды Ғайыз ағай, мен өзім. Кешіріңізші ағай, енді қайталанбайды. Просто папам строгий и біліп қойса, маған да сізге де жаман болады. Шын ба? Иә, военный адам. Точно айтып тұр ма? Иә. Онда мен кешірем сені, воен болса. Бірақ келесе қайталама ғой. Қайталама? Сен де қайталама. Кешіріңіз. Ей, қазақ баласы деген патриот болмай ма? Өтірік айтпау керек вообще. Намыс болу керек, дұрыс па? Патриот болу керек. Өтірік мүлдем айтпау керек. Кешірім сұраймыз. Біз үлкен кісінің операциясына ақша жинап жүреді көмек ретінде. Менде ақша жоқ вообще. Адам баласы жомарт болу керек, ақылды болу керек. Бауыр. Сол мен айтып болсаған? Давай сөйлесіз балаңызбен. Болды. Жақсы сау. Мен саған айтайын, ер азамат деген адамда өтірік айтпай. Қыздар, жігіттер, короче, менде бір план бар. О, қандай план ол тағы? Тыңдаңдар, автобуста бір көшелерде коробкамен жүрген адамдарды көрген шығарсыздар, иә, волонтерлар. Иә. Вот, дәл сол істеу керек бізге. Идея жақсы, бірақ та біздің түрімізді көріп қойсайшы, ата-аналар ұрсады ғой. Онда бетіне сол коробканы киіп алсай. Натури, маска кию керек бізге, кинодағыдай. О, как раз мен маска істей аламын. Егер қыздар көмектесеміз десе, 1-2 сағаттың ішінде бітіп қаламыз. Бірақ идеяның қорқыныштысы болып тұрғаны, егер мен мамам біліп қойса, көшеге тұрмақ түгілі мектепке жібермей қояды. Менікі білсе вообще. Мои родители будут ругать меня, то, что я потрачу эти деньги не на операцию для глаз. Сен көзіне операция істегенше бірінші тілін істеп алшы ше. Все, бол, тыныш, түсінікті ма бәрі? Вперед, шагом марш, штабта кездесеміз. Так, короче, план барлықтарының естерінде деп ойлаймын. Сонда маска киген адамға ақшаны кім береді? Енді көрейік енді. Бастадық қой, болды. Атқал жол жоқ. Вот лично мен, апа үшін до конца. Көрейік, қанша жинаймыз, бұйырған жинаймыз. Кеттік бақа. Try to catch me howling at the moon.
Осылайша балалар ақша жинауды әрі қарай жалғастырды. Ұстазға деген махаббаттары ашылып, негізі үлкен рискованный қадам жасады. Ал бауыр болса Томиристі өзіме қаратам деген үмітпен әлі жүр. Бірақ олардың осылай жасап жүргенін ата-аналары біліп қойса, не болады?